Ал достар, қайырлы күн. Барша оқырмандарыма менің YouTube каналым бар, Instagram каналым. Мынау енді жігіттердің арасында көптеген сұрақтар келеді. Соның ішінен бір сұрақты қозғап кетемін. Тақырыпты қозғамас бұрын достар, біздің каналға тіркеліп алыңыз. YouTube каналымызға және де Instagram парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Біздің парақшада, біздің каналда сіздерге қажетті ақпараттарды біліп отырасыздар, таныстырып, сіздермен керекті өздеріңізді малымат аласыздар. Олай болса достар, енді жігіттердің арасында сұрақтар өте көп. Соған байланысты бір оқырманым сұрақ қойған екен, осыған жауап беріп видео түсіріп жіберші деп. Таңғы уақытта ерлердің жыныс мүшесі қозылу күйінде тұрады дейді. Яғни тұрып тұрады дейді ғой, мысалы. Неге ондай болады? Ондай болмаса қалай болады? Соны жауап беріңізші. Осыны айтыңызшы, түсіндіріп ашып кетіңізші деп жатады. Енді айтатын болсақ, достар, негізі медицина тілінде біз таңғы эрекция деп сұрап жатамыз. Утренняя эрекция, ночной эрекция дейміз, түнгі эрекция қалай, таңғы эрекция қалай, бар ма, ондай бола ма, болмай ма деп сұрап жатамыз. Көп жағдайларда негізі мына балаларды қарасаңыздар да 5 жастағы, 3 жастағы балалардың қуығы сыздаған кезде әрине жыныс жүйесі қозылу күйінде тұрады. Мысалы алатын болсақ, ол мынау қалыпты жағдай деп айтамыз. Бұндан қорқатын ешқандай проблема жоқ. Бұл негізі осындай болу керек. Өйткені еркектің жыныс жүйесі таңғы уақытта мынау қуығы сыздаған кезде, қуықтың жаңағы бойындағы төменгі жыныс жолдарына баратын нервті тітіркендіру арқылы, мускулус кремастерге әсер ету арқылы жыныс жүйенің қозылу күйінде тұру керек. Негізі бұл қалыпты жағдай. Өйткені қуық толған кезде қуықтың жаңағы зәрдің давлениесі арқылы қуықтың сыздауына байланысты мынау жыныс жүйенің қан тамырларына қанның толуына байланысты таңертеңгі уақытта таңғы эрекция болады. Бұл қалыпты жағдай болып саналады. Соған байланысты одан қорқатын ештеңе жоқ жігіттер. Егер де осы таңғы эрекцияның болмауы болатын болса, ол әрине патология болып саналады. Таңғы эрекция қай кезде болмайды? Осымен сіздерге түсіндіріп кетсем, бұл көп жағдайларда кейбір жігіттердің арасында болмай жатады. Әсіресе бұл бірінші түрі болмау себебі таңғы эрекцияның. Ол психогенді, яғни бұзылыс, яғни шаршау болуы мүмкін, жұмыстан қатты шаршап келген кезде, мысалы стресс, депрессия, болмаса жаңағы көңіл күйдің болмай жатуы, мысалы ауыр жұмыс істейтін жігіттердің арасында болады. Мысалы химиялық қоспалармен жұмыс істейтін жігіттердің арасында адамның миы демалмай шаршаған кезде, қатты шаршап ұйықтаған кезде әрине бұндай себептер байқалмай жатады, таңғы эрекция болмай жатады. Ал екінші себептер, таңғы эрекцияның болмау себептер, ол бірінші психогендік деп атамыз, екіншісі органикалық, яғни бұл поражениеге байланысты, яғни зақымдануға, мидың орталық зақымдануы, болмаса жаңағы қан тамырлардың зақымдануы, болмаса жаңағы қуық жолдарының қабынуларына байланысты осы симптом байқалмай жатады. Неге? Өйткені бұндай, яғни зақымдану дейміз, қан диабетімен ауыратын кісіде мысалы байқалмауы мүмкін. Өйткені қан тамырлардың бойы мынау холестериндік бляшкалармен бітелуі мүмкін, болмаса қанның қойылуы мүмкін. Осы себептерге байланысты, қанның жыныс жүйеге бармауына байланысты, рефлекстің әсер етпеуіне байланысты таңғы эрекцияның болмай жатуы. Болмаса жаңағы инсульт алған кісілерде болмауы мүмкін. Инфаркт алған кісілерде де белден төменгі уақыт жерге қан айналымының төмендеуі байланысты эрекцияның дұрыс болмауы, таңғы эрекцияның байқалмауы осы себепке байланысты жатады. Үшінші жаңағы травмаларға байланысты, яғни жыныс жүйелерінде зақымдану болатын, белден төменгі уақыт жерде зақымдану, мынау омыртқаның тұсында зақымдану болатын болса, нервтардың қысылуы, сезімталы төмендейтін болса, осы жағдайларда да таңғы эрекцияның болмау себептері байқалады. Көбінесе бұндай таңғы эрекцияның болмау себептері 40-тан кейін, 50-ден кейін кісілерде байқалуы мүмкін. Өйткені осы жастарда көп жағдайларда қант диабетіне шалдығып, болмаса жаңағы давлениемен ауырып, одан кейін инфаркт алып жатқан кісілерде байқалуы мүмкін. Инсульт алған кісілерде де байқалып жатады. Соған байланысты бұл да бір патология болып саналады. Енді бұл симптом деп айтсақ болады. Бұл симптомдар егер бойыңызда байқалмайтын болса, әрине бұл кем дегенде аптасына 1-2 мәрте, жоқ дегенде болып отыру керек еркектің бойында. Ал егер бұл айлап болмайтын болса, жылдап болмайтын болса, әрине бұл жерде уролог дәрігер, андролог дәрігерге көріну керек. Өйткені ағзада бір патология жүріп жатыр. Соған байланысты таңғы эрекцияның, түнгі эрекцияның болмауы бір қан тамырлардың жұмысы ма, болмаса жаңағы жыныс жүйесінің патологиясына байланысты ма, гормондық бұзылысқа байланысты болып жатыр ма, бір ағзада процесс жүруі мүмкін. Әрине
жасы 18 бен 40-тың арасындағы кісілерге кем дегенде жылына бір рет тексеруден өтіп тұру керек ерлер. Егер 40-тан жоғары кісілерде жылына кем дегенде 2 рет тексерістен өту керек. Өйткені болатын патологиялардың бірі енді простатит деп жатамыз жастардың арасында, орхид, эпидемит, бедеулікке ұшырап жатады, мысалы, білмейді өзі, мысалы, байқалмай үйленген кезде мысалы патология шығып жатады. Ал енді екінші түрі бар, әрине 40-тан кейінгі жаста кезетін түрі, бұл яғни рак кездесуі мүмкін. Онкология дейміз. Бұл қуық асты безінің рагы болуы мүмкін, қуықтың онкологиясы болуы мүмкін. Соған байланысты егер де 40-тан асқан кісілерде міндетті түрде ПСА деген анализ бар, простата спецификалық антиген. Яғни осы анализдің нормасын біліп, жылда анализ тапсырып отыру керек. Өйткені бұл простата, яғни қуық асты безінің рагы, онкологиясы білінбейді, жылына 1 мм ғана өсіп отырады екен. Соған байланысты ғалымдар зерттеу бойынша бұл қуық асты безінің онкологиясы адамға білінбейді. Егер де онкология байқалатын болса, сіз дұрыс ем қабылдамайтын болсаңыз, бұл онкологияның өсіп дамып кетуі ары қарай ғажап емес. Соған байланысты міндетті түрде 40-тан асқан ер кісілер болатын болса, жылына бір тексеруден кем дегенде 2 рет болмаса да 1 рет өтіп тұруларыңыз керек. Өйткені қазір қарап отырсақ статистика бойынша әйелдерден қарағанда еркектердің жас өмір сүруі төмендеп барады. Өйткені 80-90-ға баратқан аталарымыз аз қазіргі уақытта. Қазір орта 60-тан кейінгі ерлердің, 50-ден кейін ерлердің жүректері сыр беріп, өйткені стрессті нагрузканы алатын әрине ер кісілер. Соған байланысты семьяда ер кісілерге айтарым, әрине денсаулықты күту, ұзақ өмір сүру, әрине ол сіздің денсаулығыңыздың жақсы болуы. Осыған байланысты дұрыс өмір сүретін болсаңыз, сіздің жасыңыз 100-ге барады. Осы жасыңызды ұзаққа созғыңыз келетін болса, жақсы өмір сүргіңіз келетін болса, әрине денсаулыққа ең алдымен көңіл бөліңіз. Ал енді достар, бүгінгі тақырыбымыз сізге ұнаған болса, астына өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар. Келесіде қандай тақырыпты қозғап кетсек, сіздердің қойған тақырыптарыңызды осы келесі тақырыптарда қозғаймыз. Ең маңызды тақырыптарды ішінен теріп алатын боламыз. Олай болса, біздің каналға тағы да тіркелуді ұмытпаңыз. Бір-біріңізбен бөлісіп, пайдалы ақпараттарды алып отырыңыздар достар. Аман сау болыңыздар.